Медицина қызметкерлері күніне орай Тараз қаласында ақ халатты абзал жандарға арналған салтанатты жиын өтті. Іс-шарада сала мамандарының еңбегі бағаланып, өңірдегі денсаулық сақтау жүйесінің даму бағыттарына басымдық берілген. Құттықтауға қатысып қайтқан әріптестің бейне материалы. Бүгінде Жамбыл облысының денсаулық сақтау саласында 15 мыңға тарта маман еңбек етеді. Оның ішінде 3600-ден астамы дәрігерлер, ал жалпы өңір тұрғындарына 384 медициналық ұйым қызмет көрсетуде. Биыл облысқа 1,5 миллиард теңгенің 71 медициналық техникасы жеткізілетінін ескеру керек. Одан бөлек 2,3 миллиард теңгеге 60 санитарлық автокөлік алуда жоспарланыпты. Егер бұл жоба жүзеге асса, мекемелердің медициналық жабдықтармен қамтылу деңгейі 92%-дан асады. Халқымыз қашаннан бірінші байлық денсаулық деп денсаулықты алға қойған. Иә, біздің әрқайсымыз үшін өзіміздің жақын туғандарымыздың өмірі мен денсаулығынан артық бағалы құндылық. Сондықтан сіздердің еңбектеріңізді бағалау өздеріңізге деген зор құрметіміздің көрсетеді. Әрине, алдына келгенде мейіріммен қарап, емдеп, жылы сөзімен демеп, ақыл кеңес беретін дәрігер болуда оңай шаруа емес. Сондай-ақ жиын барысында медицина майталмандарына мерекелік марапаттар табысталып, олардың ел алдындағы еңбегі ерекше аталып өтті. Рахмет, өзіміздің сол жетістігіміз деп ойлаймын. Барлық медицина қызметкерлерге еңбектерін жемісін алсын, мерекелер құтты болсын. Мерекелік кеш концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Сахнада Кенен Әзірбаев атындағы облыстық филармония әртістері мен өнерпаздар ән шырқап, көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Нұрдәулет Мұсайдос, Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.